Сәлеметсіздер ме? Мен Ахметова Айым Қуандыковна, Павлодар облысы Май ауданы Ақшиман ауылының тумасымын. 2019 жылы Павлодар инновациялық көпсалалы колледжінің бастауыш сынып мұғалімі студенті атанып, 2023 жылы колледжді үздік, яғни қызыл дипломға аяқтап, сол жылдары өзімнің кіндік қаным тамған жер Павлодар облысы Май ауданы Ақшиман ауылында өзімнің еңбек өтілімді бастадым. 2023 жылы Әлкей Марғұлан атындағы университеттің студенті атанып, 2025 жылы универді үздік аяқтадым. Қазіргі таңда Ақшиман негізгі орта білім беру мектебінің мектеп алды сыныбының педагогымын. Қазіргі таңда сыныбымда 3 қыз білім алады. Осы уақытқа дейін менің 2 сыныбым 1-ші сынып табалдырығын аттады. Менің педагогикалық инновациям мектеп алды сыныпта ойын технологиялары арқылы оқыту. Қазіргі білім беру жүйесінде баланың қызығушылығын ояту ең басты міндеттердің бірі. Ал бала үшін ең табиғи әрекет ойын. Ойын баланың тілі, ойын оның ойлауы. Сондықтан мен өз тәжірибемде ойын элементтерін тек әдіс ретінде емес, тұтас оқыту жүйесі ретінде қолданамын. Біздің сыныпта әр балаға жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін қолайлы орта толық қалыптасқан. Сынып заманауи талапқа сай жабдықталған, дамытушы ойыншықтар, дидактикалық материалдар, шығармашылық бұрыштар мен логикалық тапсырмалар барлығы баланың қабілетін ашуға бағытталған. Сонымен қатар сыныпта жасыл өсімдіктерге ерекше көңіл бөлінген. Гүлдер тек әсемдігін сыйлап қана қоймай, ауаның тазалығын сақтап, балалардың денсаулығына оң әсер етеді. Осындай жайлы әрі қауіпсіз ортада бала өзін еркін сезініп, оқуға деген қызығушылығы арта түседі. Ойын баланың жүрегіне апарар жол, ал сол жол арқылы берілген білім мәңгілік сақталады. Менің мақсатым білімді бала емес, өмірге бейім, ойлай алатын бақытты тұлға қалыптастыру. Сөз соңында Абай атамыз айтпақшы: ақырын жүріп анықпас, еңбегің етпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Назарларыңызға рахмет.